ана орыстардың сөзі бар ғой, ана мудрая не по годам дейді ғой, сол сияқты жасы 18-де болса да ақылы бар, жаңа айтып жатсыз ғой, өзінде бір керемет парасаттылығы бар, как королевам дегендей. Мен сонымен айтқым келеді, бір грациозность бар да Эдуардада. Қанша ортаға шықса да, екеуінің ортасында дау болса да, неше айға созылған кезде де бір Асхат мырзаға қарсы сөйлеп, дауыс көтеріп, сіздікі мына жерде дұрыс емес деген нәрсе болған жоқ. Ең соңғы шешімде тек көзі жылап қалады, болды. Сонысымен өзінің дегеніне жетіп, өзінің жақсы нәтижеге қол жеткізуіне апарған Эдуардаға осы жерде мен қол соққым келеді. Молодец. Керемет. Данияр, не ойлап отырсыз? Енді мен ойлаймын да, просто Асекең енді жаңа өзінің семьясын айтып жатыр ғой. Бірақ ол жерде бірдеңе бар сияқты да, чтобы 100% қосылып кетуге кедергі. Иә, бір кедергі. Дұрыс па? Өйткені кеше ма сіз өзіңіз айттыңыз, иә? Өтіріктер көп болды деген сияқты. Енді мына жерде мен өзімдікін айтайыншы, жаңа ханым енді айтып отыр кешеден бері, жалпы бүйтіп анасымен кездескен кезде бауыр басып қалады деген сияқты. Мен де алдым рұқсат балаларымды көруге. О, шынымен. Иә. Тоқтаймыз. Заңды түрде. Заңды түрде, иә. Сонымен енді мен аптасына бір рет анасы бар кезде ғана көре аламын да, анасымен бірге, отдельно емес. Енді соны алдын ала айтып қойын деген ғой, ертең сен де бауыр басып қалдың, сен де қосылып кетті деп әңгіме айтып қойып. Енді сіз айтуыңыз мүмкін ғой, бір 2-3 кездесуден кейін мен үміткер күте алмай, мен экс-келіншегіме қосылғым келеді деп. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Негізі олай айтуға кесіп болмайтын сияқты, Данияр, бұл өмірде барлығы да мүмкін. Бізде жарнамадан кейін Асхат Ханзаданың жобадағы орны мен жолын талқыға саламыз, өйткені үміткер күтуге жаңа таныстыққа дайын емеспін дейді. Талқыладық қой, мен әкемді көрген кезде дегендеші, мен айттым ғой, бір заттарға бір басқа жақтан көзқарас ашылды менде депші. Мен білмеймін ол қай жақтан берілетін зат екенін, шын айтамын сендерге. Может, какой-то бір кармолог, психолог, бірдеңкелер білетін шығар, ол қандай цифраға келіп, неге соғысқан кезде адам өзгеретін. Бірақ мен білмеймін, просто ішімде бір трансформация болды. Сол кезде мен жаңа заттардың бәрін басқаша ойластырдым. Сол кезде мен осы қосылуды мүмкін ба деген сияқты қылып ойымда ұстап жүрдім. Бір түйін қылып, соны талқылай келе, соңғы кезде айттыңыздар ғой, жиі кездесіп кеттім депші. Сол жиі кездесудің өзі, мен өзім айттым да, сен неге алдап жүрсің? Иә, бәрі айтып жатыр саған, сен что-то жиілетіп кеттің, неге депші? Сөйтсем, оказывается, менде вот талпыныс бар екен, тартылыс бар екен. Соны мен кеше түсіндім. Соны сендерге ашық айтып отырмын. Асеке, енді сіз мына жерде, қазір мен айтсайын, иә, рұқсат болса. Асеке, сіз қаншама ойлар болды, қандай шешімге келерін білмей жүрдім деп жүрдіңіз ғой осы уақытқа дейін. Ал негізі ойыңызда болып жүрді, иә, ол қосылып кетсем қалай болады? Екі ойлы болып жүрдіңіз да, сізде бір әлі де қорқыныш бар сияқты, сол не қорқыныш әйеліңіз екеуіңіздің арасында? Қараңыздар, енді айтуға да ұят. Жаңа айтып жатыр ғой, қаншама қыз. Жаңа ханым, былай қарап көрсем, 70 шақты үміткер қабылдаппын мен. Бірақ сол басқа қыздарға не в обиду, Эдуарда, сендер ренжіме, сол қыздардың каждыйның бір бойынан бар ғой, тапқан бір плюстары, сол Амирдің, Жұлдыздың бойында барлық жиынтығы бар деп өзім көз алдыма, өзім көзімді жеткіздім. Мен как будто оны недооценивал, что ли. Или бәрібір енді бір 28 үйлендім ғой, бір ақымақ болдым ба, түсінбеймін мен. Ондай болады екен өзі. Жоқ, Асеке, просто 100% нақты факт бол қосылатыныңыз, әлде қалай? Соны нақты айтыңызшы. Кепілдік бар ма дейсіз? Иә, кепілдік бар ма жерде? Ержігіт просто Эдуардамен таныстықты сіз нақты тоқтаттыңыз, әйтеуір бүйтіп ойланып кеп тоқтаттыңыз жарайды. Бірақ ол жақпен қосылатыныңыз факт па? Жаңа Ернұрда айтып жатыр ғой, неге дерге деп, біріншіден факт ешқандай жоқ. Жоқ, факт болмаса, онда сіз Эдуардамен таныстық тоқтатпас едіңіз. Диана ханым, мына жерде мен сұрағымды мен қалай сол кезде пока онымен точно қосылуыма дейін көз жеткізбегенше қызды использовать етіп, потом қосылатын кезде қызды лақтырып кету керек пе едім? Ал енді қарашы, сен қазір қара, мысалы сен өткеннен бері қайта жиі кездесеміз деп жатсың да. Сен уже сол кезде, мне кажется, сен бірдеңені білген сияқтысың, сезген сияқтысың. Сол себепті де сен қазір қайтадан ойлануға уақыт жоқ, нақты еркекше бір шешіміңді кесіп айтсаң, қосылатын факт или не факт? Айтайын мен саған не сезгенімді. Дастарханда отырасың ғой, қарайсың да, жаңа бір даже поведениясына, бір ситуацияны айтқан кезде соған оценка берген кезде ойланып қалам да, блин, почему мен соның бәрін бұрын сенсетпеген сияқты. Солар по капельке жиналған ғой, қанша качествосы бар екенін мен байқамаған, понимаешь? Бірақ оның мына жаққа келіп бізде той жасайды дегеніме мен өзім просто
Там большой вопрос, потому что Жаңа ол қыз- қыз әңгімең әдемі да, бірақ не ар емессің, не бер емессің. Просто как будто сен бізді ер алдап жігіт, отқан сияқтысың. мен өзіме нақты шешім қабылдап сендерге айтып тұрмын ғой, қай жақтың арысы, қай жақтың берісі. Былай Жаңа істейік онда. қандай Экс келіншегіңіздің хабары бар ма бұл әңгіме жайында? Жоқ, ол қазірде мысалға көріп отырған жоқ. Мен бір Дианахан бір 90%-ке уверенмін, потому что басымен жұмысқа кіріп кеткен адам Ол қайда жұмыс істейді? Общепитта қаланың үлкен бір сайттарының управляющий директор ол. Мен де общепитпін, ол да общепит. Біз онымен танысқан кезде просто мен мына Фурманованың бойында бір ресторан ашқан болатынмын. Сол жаққа администратор іздедім. Өзім кәдімгідей бизнес ашқым Сол келді. кезде жұлдызды таптыңыз. Сол кезде келеді, кәдімгідей укладка жасап алған, бүйтіп көз үлкен, әдемі болып келеді да. Мына жақтан күн түсіп тұр, витрина, я помню, былай витринный не ғой, ресторан. Келіп отырады, мен собеседование, енді крутойсың ғой, хозяинсың, отырсың. Ойбай. Қыз келеді жаңа жерде. И өзі туралы айтып жатыр да қыз. И қызға қарап отырмын да, дым тыңдап отырған жоқпын қыз не айтып отырғанын ше. Ол қанша жыл бұрын болды? Ой, қазір санай алмаймын. Қалай санай 2017 ма? 2017, 5-ақ жыл. Иә, 5 жыл бұрын. Қызға қарап отырмын да, бірақ қыз сөйлеп отыр. Дым сөзін тыңдап отқан жоқпын. И ойлап отырмын ішімнен. Күшті әйел болады шығарсың сен. Сенмен балаларыма күшті ана болады шығарсың. Представьте, бірінші встречамыз сөйтіп өткен біздің. И потом біздің ажырасуымыздың себебімізді вообще ешкім көп білмейді ғой, мына жерге айта кетейін сіздерге. Ешқандай проблема болмапты да. Соны қазір түсінемін қанша жыл өткеннен кейін ше. Не үшін ажырастыңыз? Өмірінде маған дауыс көтермеген. Ни разу. Мен даже дурак деп айтпаған. Мен оған да ешқашан өйтіп айтпағам. Просто бір болмас дүние үшін кешке қарай мен жұмыстамын. 9:30-да шығу керекпін. Ол үйде, грудной, Амир жаңа неде. Сонымен бұл баняға барам дейді. Күн суық, қыс қой. Подушкалармен мен бармайсың дей болған ше. Сол үшін ажырасып кеттіңіздер ме? Мен ондайға сенбеймін. Екеуміз сол моментте ұрсамыз, бірімізге ауыр сөздер айтып қоямыз. Сонымен ажырасып кеткенде былай ғой, ол маған ренжіп кетіп қалады да. Ал мен артынан бармаймын. Қалай кеттің? Сөйтіп представьте, бір апта өтеді, 2 апта өтеді, и адамдар бүйтіп суп кететкен да. И, видимо, адамдар бірінші бракқа түскен кезде, бракта жүрген кезде кішкене проблематичный болады ғой, адамдар ойлайды ғой, ой, мен бұрын холостой едім, мынау брак енді, мынандай обязанностьтар бар деген сияқты ше. А потом, когда жаңа пауза алған кезде ше, вот что опасно, бұл мен кімнің историяларында ше, алыстаған кезде адамдар оказывается наоборот соңында тәтті көріп, суып кетуі мүмкін екен. Мына өмірімде жақсы. Но скорее всего, ол жерде менен кінә, мен суып кеттім. Мен деп короче, өзімен өзім кетіп қалдым. А ол күтіп қалды мені. Ол кезде емізулі бала бар. Иә. Вот соның бәрін мен ойлаймын да, бір елдерде кәдімгідей бет прям болады ғой. Маскаларын шешіп сап, туысқандармен туысқандар төбелесіп, быт-шыт болып ажырасып жатады да, бірақ қосылып жатады да. Бізде түк болмаған, бәрі керемет араласады. Бірақ екінші шансқа неге? Енді қазақта бір осы дүниені ақтайтын да жалпы көп жағдайда қолданылатын жақсы сөз бар ғой. Біреу тоңғаннан, біреу тойғаннан секрет дегендей. Жаңа ханым айтсам болады ма? Бұл? Таразға қайырлы күн. Енді мына жерде мен ойлауымша, Асхат ешқашан да бір қарым-қатынас тоқтатқан кезде бір ұрысып, қырылысып тоқтатпайсыз, иә? Мысалы, всегда тоқтатасыз, чтобы потом мен осы жаққа қайтып келем ау деген сияқты бір оймен, түйсікпен бәрібір де бір әдемілеп сіз тоқтатасыз всегда отношения. Бір удочка тастап қоясыз, әйеліңіздің де құлағынан теуіп, сөйтіп әдемілеп қарым-қатынас тоқтатқан сияқтысыз, чтобы осындай ситуациядан кейін, когда вы уже нагулялись, қыдырдыңыз, көрдіңіз, қаншама қыздармен сөйлесіп, сіз әйеліңізге түк болмағанда қайтып келесіз ба сонда? Иә, қайтып келер есігіңді қатты жаппа дейді ғой, соны кішкене кезімнен маған үйреткен, соны сен примерно қазір сондай формасында айтып тұрсың ғой. болды ғой. Бірақ, да, ник емессің, но бәрібір шындығы бар. Мен оны бар ғой, кеше үйге бара жатқан кезде, кешірек бір үйге бара жаттым да, ойладым, по-любому адамдар табылады ғой айтатыншы. Вот, әйелін тастады, погулял, нагулялся, жүрді, анамен кездесті, мынамен кездесті, қандай рахат, қайтадан барады да, енді әйеліне қосыла салады деген сияқты ше. Ондай да мнение болады бұл. Мен оны да қабылдаймын. Мен оны да әлі талай естимін. Бірақ бұл жерде баған бастысы ол болып тұрған жоқ. Бастысы мен бұзып алған жанұямды қайтадан жинау болып тұр. Бұл менің мақсатым. Жоқ, қараңыз, жарайды. А вокруг что говорят, маған бәрібір.
Асхат, кешірім сұраймын, енді қараңыз, сіз отношения бұзылды, иә. Сіз қазір бір ішімде трансформация болып жатыр деп айттыңыз. Ал трансформация бала үшін емес пе? Сіз определенный бір ситуация үшін сіздер айырылысып кеттіңіздер. Кейін сіздер қосыласыздар бала үшін, мүмкін қайтадан жақсы отбасы болайын деп, бірақ сіздің ішіңізде сіз өзіңіз ортаға шыққан кезде менде жоқ, сезім жоқ, ештеңе қалмады дедіңіз. Сол сезімнің жоқтығынан қайтадан сол майда шүйде үшін ажырасып кетпейсіздер ме? Сіздер болашақта бәрі мүмкін ғой? Бұл жерде енді бала үшін деп прям қатты айта алмаймын. Енді, конечно, бала тоже в приоритете. Мен жаңа өзім мақсатым бар, идеальный әке болу керекпін. А ол болу үшін сен в первую очередь должен постараться семьяны сақтап қалуға. Екіншіден, тура сондай уровеньде мен жаңа айтып кеттім. Қаншама таныстықтан, қаншама мені қоршаған қыздардың бойынан көрмеген қасиеттерді мен қазір көзім ашылғандай көріп жатырмын да. И оның маған суып кетуі, менің оған суып кетуім әбден ол орынды. Мен ойлаймын, бұрынғыдай лаулап тұрған бір махаббат, оның бәрін енді қайтадан жаңғыртуға болады. Бірақ суықтық бар. Ол бірінші менің қорқынышым. Екінші менің қорқынышым, енді осы жерде отырғаннан кейін Диана ханым ойладым да мен, сіздер мүмкіндік берсеңіздер мысалға, Жұлдызды осы жаққа шақырсам енді. Ақыр осы жерден жол басталғаннан кейін, осы жерден жол аяқталса ма депші. Бірақ ол қыз келмейді. Келмейді? Жоқ, ол Инстаграм, медиа, камера дегенден түгел жоқ. Суретке де түспейді даже. Вот, біреу суретін тауып көрсінші. Редкость бір жерден алыс суретін табасыңдар. Мүлдем ешқайықта жоқ, ешқандайға ондай интересі жоқ. Чисто такая карьеристка. И жұмысының өзінде де всегда такой, знаете, серый кардинал. Көрінбейді. Артта жүреді. Асеке, сен енді баланы жиі айтатын ол факт қой енді, ол нағыз факт енді. Балаңды айтасың, бірақ енді қара, идеальный әке болғым келеді дейсің да, сол идеальный папа болу үшін ғана қосылып, жаңа өзің сөзіңді айтып жатсың, махаббатты қайтадан жандандыруға болады деп. Біріншісінде сен дұрыс жандандырмағансың да, сен әшейін болмашы нәрсеге ұрысқаннан кейін екі жаққа кетіп қаласың. Сен біріншісінің өзінде қатты жақсы көрмегенсің. И ол қатты жақсы көрмеген адамға екінші рет просто қой, ондай сұмдық нәрселерді айтпа. Жоқ, сезім пайда болады деген нәрсе саған күмән келтірмей ма? Сен мен орында болған жоқсың. Жоқ, күмән сен ол адамды келтірмей ма? сүйген жоқсың. Махаббат болмады деп айтпа. Махаббат болды. Махаббатта туылған бала ол. Мен просто өзімнің ақымақтығымен біз суып кеттік. Ал өмір болғаннан кейін, сен по-любому екі жаққа адам екі өз жұмысын істеп кеткеннен кейін, ол махаббатта бәрі жайына қалып қалды. Ал егер енді қара, мынандай бір тұрғысы бар да, қосылдыңдар жарайды, бала үшін делік, былай сезім қайтадан пайда болсын деп қосылдыңдар да, бірақ сезім пайда болмай қалды, ол кезде қайтадан ажырасасың ба? Жігіт, ол қызда мүмкін сезім әлі сондай деңгейде шығар. Осы орайда айта кетейінші, Диана ханым, негізінде мен қазір Асхат мырзаны тыңдап отырмын да, қанша дегенмен өзімді осы кісінің орнына қойып көріп жатырмын. Жаңа айтып жатыр, менің келіншегім алғаш рет мен жаңа крутой кезімде, жаңа келген кезде, жаңа күн түсті деген кезде шынымен бір махаббаты бар бұл кісінің. Және де сіз де айтып жатсыз ғой, бұл сіздің жалпы маңдайыңызға жазған тағдыр болып тұр ғой, осы бағдарламаға келіп, жаңағы қыздарды мен танысып, жұп болып, енді осы орайда айтқым келіп отыр. Жайдан жай еш нәрсе болмайды бұл өмірдеші. Енді мынау аталарымыздың кезінде айтқан сөздері мынау келіп жатыр. Тең теңімен, тезек қабымен деген шынымен солай екен. Диана ханым қосып кетсем бола ма? Енді жаңа Асхат енді бұл енді эфирде болмаған жағдай өзіне экс жұбайын кәдімгі экс әйелімен ондай болмады. Мен өз эфирге шақырсам болады ма? Мына жақта біраз ажырасқан жігіттер так можно было деп отыр да енді. Енді қалжың ретінде мұның бәрі. Бірақ Диана ханым, мен ой түйіндей келе, бірақ Асхатқа былай айтайын деп едім да, баған айтып жатыр ғой көп адам жаңа пікірлерге. Бала үшін қосылу керек, ортада бала бар ғой деп жатыр да, бала бар ғой дегенде екі жастың ортасында шынайы махаббат болмаса ол бала үшін қосылу, ол қайтадан ажырасып кете береді. Мен өйткені өзім достарым, өзім кәдімгі жағдайда көргем осы нәрсені, бала үшін қосылу деген. Ал кеше мен осы сұрағымды дәп саған айтқам. Сен осы жерде қыздарды манипулировать етесің да былайынан кәдімгі Эдуард ана келген үміткерлерінде. И ана жақта сен өз әйеліңде де сондай немен істеп қойғансың. Ол сен қатты жақсы көреді. Ал қандай адам духы жетеді, чтоб мен сонда Жұлдыз осы жерге шақырсам болады ма деп. Ол алдын ала келісім бар, өйткені екеуінің ортасында махаббат бар. Жоқ, өйтіп алдап жүр деп ойламаңыздар. Мына ажырасқан кезде бәрібір жан-жақтан айтады да, қосыл. Ортада бала бар, ештеңе жоқ, қосылыңдар дейді да. Ол үлкен кісілердің әңгімесі. Иә, сол кезде мен ойлаймын да, жарайды, ол бала, біз қосылдық бала үшін. Допустим, иә. Ол бала бір 16-ға келді, өз өмірмен өмір сүріп бір жерге кетті. Предположим, бір жерге за границу оқуға түсіп кетті, иә. Сол кезде сен сүймейтін адаммен
үйде не істеп отырасың, бір бірінің бетіне қарап, сендер бәрібір түбі бірге қартаймайсыңдар да. Сол үшін мен осы уақытқа дейін қосылған жоқпын. Бірақ қазір менде басқа сезімдер ашылып жатыр. Соны сендерге ортаға ашып. Жоқ, дұрыс та, мен былай қалар едім да, бір минут қарындасым, шыда деймін. Осы Құдай қаласы мен ниеттім шыны керек, өйткені кеше сұрағым дәл дөп түскен саған. Жұлдыз Құдай қала болса эфирге келіп, екеуің бас қосып кетіп жатсаңдар, бала көбейсін. Вот махаббаттарында берік болсын. Әумин дейміз, не дейміз? Және қоғамда мынадай да бір сөз айтылады ғой, бірінші әйел Құдайдан деген. Мүмкін рас шығар. Ал Жұлдыз бұл эфирге, студияға келе ме, жоқ па, ол жағын қалай біле аламыз? Бұрында есіме түсіп кетті, Рамазанның Лейласын шақырған кезде Сұлтан бенд Лейла деп ән шырқаған еді, енді Жұлдызға қандай ән шырқаймыз? Бірін ән тауып қойды. Енді осы жерде мен бір нәрсе айтып кетейін, Асхат мырза. Жұлдызым да сен, бақытым да сен деген ән ғой, енді оны несін айтасың. Асхат мырза, жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз, от көрінеді, Данияр мырза да байқапты да, сіз әйеліңіз айта бастағанда бірінші кездесулеріңізде кәм көзіңіз жайнай бастады. Енді сіз сұлулықты, сұлу қыздарды, сұлу мүсін жақсы көретін ер азаматсыз ғой. Әйеліңіз басында сұлу болды да, енді қанша дегенмен босанған әйел кішкене өзінің күтімінен киім қалады. Сондай болған сияқты да, енді сіздің осы арадағы 70 үміткеріңіздің бірінен бір асқан сұлу, бәрі медийная личность, бәрі әдемі, модасы болсын, сұлулығы болсын. Енді қазір әйеліңіз жұмысқа араласты, өз-өзіне қарады, мейлі ол медийная личность болмаса да, сұлулығы болды. Сіз қайтадан өзіңіздің әйеліңізге сұлу болған шығарсыз. Ертең екінші Амирдің інісі немесе қарындасы пайда болып, тағы да декретте отырып, үйде отырып қалса, сіз қайттан суып кетіп, менің ақымақтығымнан болды деп қайттан отырмайсыз. Тима, бір минут, кешірші, Тима, сен осы нәрседен зардап шеккен жоқсың ба? Жаңа бір бала туғаннан әйелің фигурасы өзгеріп кетті, мүсін өзгеріп кетті деген нәрсе, сен өз басына өткен нәрсе айтып жатқан жоқсың? Мен былай айтайын саған, ешқандай, мен білем, что Асхаттың кәдімгі бұрын экс-жұбай, ол өзіне қарап қалған қыз кәдімгі, өйткені Асхат әшейін қыздарға ғашық болмайды деп ойлаймын. Ал мен ойлаймын, сен өз басына өткен тағдыр ол, үйленгеннен бір бала туғаннан өзгеріп кетті, битіп кетті, өзіне қарамай кетті деген нәрсе. Екі бала болсын өзде. Екі бала болды. Енді сен неден айырылсың, соны айтшы. Осындай нәрсе саған түйткіл болған сияқты ғой, мысалы. Ол тақырыпты не істейсің қозғап? Онда сен не үшін қозғап отырсың ол адамға? Мен просто жауап бере кетейін, өзгерген. Рахмет, мына жақта біздің 30+ жігіттер, ер азаматтар кішкене дауласып кетті. Жоқ, дәл осы сұрақты түрлендіріп 2-3 адам қойды да, мен қойған кезде маған келіп жатыр. Өзгерген түгі жоқ, соқ алпы. Қыз қандай болды сол кезде? Сөзіңіз аузыңызда мен шыдай алмай отырмын да. Тимур мырзаға айтқым келіп отыр да, жаңа өте бір еріксіз, бір құлаққа сыймайтын әңгіме айтып отыр да. Әйел адам босанған кезде үйтеді, бүйтеді. Наоборот, әйел адам босанған кезде наоборот әдемі болады. Одан бөлек ол еркекке байланысты. Әйел адам ол гүл сияқты. Сен оны қалай поливать етесің, солай өседі. Үйтіп айтудың қажеті жоқ, тәке. Асхат, біз енді әрине қиялдап күшті жағын ғана қарастырып жатырмыз. Ал егер өзіңіз айттыңыз, ол мүлдем эфирдің, публиканың адамы емес, эфирге келуден бас тартса, осы жағдайда не істейсіз? Мен шешім қабылдадым, осы жерге келіп, сіздермен қоштасып, мен қалай болмасын ол эфирға келе ма, келмей ма, мен сыртқа барып, өз отбасымды қайтадан восстанавливать етемін. Негізі мен мұндай жауапты күтпедім, бірақ жақсы, енді Жұлдыз ханым, сізге жалынды сәлем. Мүмкін бірнеше апталардан кейін, айлардан кейін өзіңізбен жүздесіп қауышып қалармыз. Бірақ Асхат Ханзада қайтадан өзінің тұңғышы Амирдің анасымен қайта қауышуға, қайта қосылуға ниетті. Егер біздің қолымыздан келсе, әрине өз үлесімізді аянып қалмаспыз, өйткені бәрібір отбасының бүтін болғаны, толыққанды отбасында балалардың тәрбиеленгені, ол ең жақсы дүние деп ойлаймын, ата-ана бере алатын. Сондықтан жақсы шешім, менің ойымша, бала үшін де, өздеріңіз үшін де. Өйткені сіз айтып отырсыз, қанша қыздармен таныстым, бірақ ешбірі оның орнын баса алмады деп. Енді мүмкін тағдыр шығар, мүмкін сіздің бір ақмақтығыңыз болар. Мойындаймын Диана ханым. Барлығы болды, болады ғой, ақмақтық болады. Бірақ тоже ойлаймын да, бір нәрсеге себеп болады. Бәрі осы жазылған зат шығар, осылай болу керек шығар. Мүмкін бірдеңкені жаңағы қолда бар алтынның қадірін білмейсің дейді. Бірдеңкені мүмкін нужно потерять, чтобы осылай бағалау үшінші. Барлығы мүмкін. Көрейік. Онда сізден нақты шешім күтеміз, е? Жайғасыңыз. Рахмет сіздерге.